Қайырлы күн баршаларыңызға, менің есімім Омар Нұрбек. Бүгінгі сабағымыз потенциометрді бұрау арқылы светодиодтың яркісін басқару, яғни шым арқылы. Потенциометріміз А 0-ші пинға жалғанып тұр, светодиодымыз 9-ші пин. Программасы бізде int LED 9-ға, яғни LED деген переменный создать етіп, оны 9-ші пинға присвоить етіп. Енді void setup-тың ішіне біз pinmod командасын жазамыз. Яғни біздің светодиодымыз қай режимде жұмыс жасайтынын көрсетеміз. Output режимде жұмыс жасайды. Енді бізде потенциометрдегі мәнімізді оқу үшін монитор последовательный интерфейс жалғаймыз. Serial.begin 9600 скоростта. Енді void loop. Void loop'тың ішіне жазамыз. Потенциометрдегі мәнімізді оқу үшін оны бір переменный создать етеміз. Мысалы, pod болсын, analog read арқылы оқып, pod деген переменныйға присвоить етеміз. Енді осы мәнімізді неге шығарайық? Последовательный интерфейстен шығарайық. println pod. Начать моделирование басатын болсақ, монитор последовательный интерфейсте потенциометрді бұраймыз, біздің мәніміз интерфейстен шығып тұр. Енді осы мәнімізді біз неге беруіміз керекпіз? Шымға беруіміз керекпіз. Бірақ біздің шымымыз 0-ден бастап 255-ге дейін ғана. Максималды мәніміз 255-ге дейін ғана бере аламыз. Сол себепті біздің 1023-іміз көп. Яғни 4 есе не болып тұр, көп болып тұр. Сол себепті осы потенциометрдегі мәнді 4-ке бөлетін болсақ, максималды мәніміз не болады? 255. Яғни 0-ден бастап 255-ге дейінгі мәнді алып тұрмыз. Осы мәнді біз не істей аламыз? Потенциометрге шымға бере аламыз. Яғни светодиодымызға. Analog write. Біздің светодиодымыз не істейміз? Потенциометрімізді бөлеміз 4-ке. Начать моделирование басатын болсақ, біздің светодиодымыз максималды яркіспен жанып тұр. Оны потенциометрді бұрау арқылы не істей аламыз? Азайта аламыз. Міне осылай потенциометрді бұрау арқылы светодиодтың несін басқарып отырмыз, яркісін басқарып отырмыз. Және бұл жерде бұлай да жазып қоюымызға болады. Мысалы ретінде тоже бір переменный создать етеміз. int pvm деп потенциометрді бөлеміз 4-ке. И осы жердегі мәнге нені береміз? PWM-ді береміз. Начать моделирование. Біздің светодиодымыздың яркісі жұмыс істеп